Ассалаумағалейкум. Бүгін кері байланыс орнатамыз. Осының алдындағы видеоның астында біраз жағымсыз пікірлер жазылған екен. Соған қарағанда адамдар бұл тақырыпты әлі дұрыс түсіне алмай жатыр. Сондықтан бүгін бұл тақырыпты ары қарай жалғастырып, сіздер түсінбей жатқан тұстарға ерекше тоқталып өтеміз. Ең бірінші айтайын дегенім, біраз адамдар, менің пікіріме келіспей жатқан адамдар маған оттама деп жазған екен. Бірақ мен ешқашан оттамаймын. Мен әрқашан дәлелге сүйеніп сөйлеймін. Мен фактілер келтіруге тырысамын. Ал егер сіздерде маған қарсы ешқандай қарымта аргумент болмаса, онда оттап отырған мен емес, сіздер. Енді бұдан басқа кейбір адамдар маған биліктің тапсырмасын орындап отыр деп айып тағып отыр. Айдос Сарымды да бұл жерге қосып жіберген. Енді Айдос Сарым туралы мен негізі өткен жолы айтып өттім. Бірақ ол видео тым ұзын болып кеткесін, монтаж барысында мен ол бөлікті кесіп алып тастадым. Енді бүгін тағы да соны айтуға тура келеді. Айдос Сарым, қателеспесем, Украина Қазақстанның мұнай нысандарына шабуыл жасаған кезде қуанған адамдарды жазалау керек деп айтты. Мен оның бұл сөзіне мүлдем келіспеймін. Жалпы бұл біздің биліктің үлкен бір кемшілігі деп ойлаймын. Біздің билік тек жазалауды ғана біледі. Қит етсе жазалау керек деп шығады. Одан басқа ештеңе ұсына алмайды. Бірақ бұл жерде сол Украинаның соққыларына қуанып жатқан адамдар, олар Қазақстанға қарсы болғаннан, жау болғаннан қуанып жатқан жоқ қой. Олар өз мемлекетіне қарсы болғаннан қуанып жатқан жоқ. Олар бұл жерде біріншіден Украина үшін қуанып жатыр. Украинаға жандары ашығаннан. Екіншіден, бұл адамдарда саяси сауат жеткіліксіз болғандықтан, олар Украинаның бұл соққылары шынында да оларға бір пайдасын тигізеді, оларға жеңіске жетуге бір көмегін тигізеді, және оның Қазақстанға ешқандай зияны жоқ деп ойлайды. Бұл қате пікір, мен келісемін. Бірақ ол адамдар оны білмегендіктен солай қуанып отыр да. Сондықтан бұл жерде жазалау емес, бұл жерде адамдарға түсіндіру керек. Менің бұл видеоларды түсіріп отқан себебім де сол. Менің мақсатым осының бәрін түсіндіріп жеткізу. Сондықтан Айдос Сарымның пікіріне мен мүлдем келіспеймін, мен оған қарсымын. Ал енді биліктің сөзін сөйлеп отыр деген адамдар бұл жерде бір нәрсені түсініп алу керек. Я, мен келісем, биліктің тапсырмасын орындайтын блогерлер бар, ондай адамдар аз емес. Бірақ ол адамдардың кейбір ерекшеліктері болады, содан біліп қоюға болады, содан түсінуге болады оның кім екенін. Біріншіден, ондай адамдар ешқандай себепсіз біздің билікті мақтай береді. Президентті ауыздарынан тастамайды. Және биліктің әрбір шешімін олар құптайды, ешқашан сын айтпайды. Және одан да маңыздысы, ондай адамдар әрқашан позитивті нәрселер айтады. Олар ешқашан ащы шындықты мойындамайды. Бір үлкен бір мәселе болып жатса, бір қиындық болып жатса, олар оны айналып өтуге тырысады, оны жасыруға тырысады. Олардың мақсаты халықты тыныштандыру, халықты ұйықтату. Ал енді маған келсек, мен ешқашан билікті бет алды мақтай бермеймін. Сынайтын жерде сынаймын. Және ең бастысы, мен егер бір қиын мәселе болып жатса, оны ашығын айтамын. Мен айттым ғой, алдағы жылдар өте қиын болады деп. Бізді қиын уақыт күтіп тұр деп айттым. Биліктің тапсырмасын орындайтын адамдар ешқашан өйтіп айтпайды. Және бұл жерде мәселе болған емес. Егер қолда ешқандай дәлел болмаса, онда адамға жала жапқан дұрыс емес. Жақында мен Марғұлан Боранбайдың бір видеосын көрдім. Ол Ресейдің Қазақстанда мектеп ашайын деп жатқанына қатысты өз пікірін білдірді. Оның айтуынша, бұл жаңалықтардың бәрі дезинформация, ол Ресей пропагандасы. Сондықтан оған ешқандай көңіл бөлмеңдер. Ресей Қазақстанда мектеп аша алмайды, өйткені ол қазір қауқарсыз, оның шамасы жетпейді деді. Бірақ сондай жағдай бола қалғанның өзінде, ондай мектептер ашылғанның өзінде, адамдар ол жаққа бармайды, балаларын ол мектепке бермейді. Өйткені ол мектептер негізінен Ресей университеттеріне түлектер дайындайды. Ал Ресейдің дипломдары қазір әлемде ешбір жерде мойындалмайды. Сондықтан ешбір ата-ана баласын ол мектепке бермейді деп айтты. Енді бұл жерде мен оған мүлдем келіспеймін. Егер Ресей Қазақстанда мектеп ашса, адамдар ол жерге ағылып барады. Және ең бірінші қазақтар ол жаққа барады. Бір-бірін итеріп, жүгіріп сол жерге барып, орынға таласады. Оны мен сіздерге анық айта аламын, 100% сеніммен айта аламын. Және қазіргі Ресейдегі мәселе, оның бәрі уақытша. Биыл Украинадағы соғыс тоқтайды. Енді қазіргі әлемдік саясатта болып жатқан жаңалықтардың бәрі соны меңзеп тұр. 99% сеніммен айтуға болады. Биыл соғыс тоқтайды. Содан кейін көп ұзамай Ресей санкциялардан босатылады. Ресей қайтадан халықаралық қауымдастықтың толыққанды мүшесіне айналады. Сол кезде Ресейдің университеттері де мойындалатын болады. Оның бәрі заңды құбылыс. Біз оны 1000 жерден қаламасақ та, бірақ бәрібір солай болады. Өйткені Ресей сияқты алпауыт елді бүкіл әлемнен оқшаулау мүмкін емес. Біз оны қанша қаласақ та ол мүмкін емес. Өйткені ол кішкентай Солтүстік Корея емес. Солтүстік Кореяны оқшаулауға болады, ол кішкентай ел. Ал Ресей әлемдегі жер көлем бойынша ең үлкен ел. Үш жағында 3 мұхит, қаншама елмен шекаралас. Ондай елді оқшаулау мүмкін емес. Әлемдегі табиғи ресурстарға ең бай ел.
ол ресурстарға қаншама елдер мұқтаж болып отыр. Оларда сондай қажеттілік бар. Сондықтан бәрібір қайткенде де олар Ресеймен сауда-саттық орнатады, Ресеймен қарым-қатынас орнатады. Оның үстіне Ресей ядролық держава, әлемдегі ең көп ядролық қаруы бар ел. Сондықтан ол елді халықаралық қауымдастықтан сызып алып тастау мүмкін емес. Сондықтан Ресеймен бәрібір қайткенде де қарым-қатынас болады. Сауда-саттық қайткенде де жүреді. Оны біз санкцияның ешқандай әсер бермегенінен көріп отырмыз да. Неге санкциялар ешқандай нәтиже бермеді? Өйткені Ресейді оқшаулау мүмкін емес. Бәрібір елдер оның ресурстарына мұқтаж. Сондықтан бәрібір олар сауда-саттықты жалғастырады. Ал енді оның бәрі заңды түрде жүру үшін Ресей санкциялардан босатылады. Содан кейін көп ұзамай Ресей университеттерінің де беделі қалпына келеді. Ары кетсе оған 1 жыл уақыт өтеді. Содан кейін бәрі қалпына келеді. Және Ресейдің мамандарына да мұқтаждық бар. Өйткені Ресейдің кейбір қалаларында мықты университеттер бар. Мысалы Мәскеуде, Петерборда, Новосибирскте, және ол университеттер Қазақстанның университеттерінен асып түседі. Мен бұл жерде ешқандай қалжыңдап отырған жоқпын, мысқылдап отырған жоқпын, және ешқандай Ресейдің нарративін, пропагандасын айтып отырған жоқпын. Мен факт келтіріп отырмын. Бұл бәріне белгілі факт. Ресейдің кейбір мықты университеттері бар, олар жақсы мықты мамандар дайындайды. Бұл факт. Сондықтан қайткенде де ондай мамандарға сұраныс болады. Ресейдің дипломдары бәрібір мойындалады. Ертелі-кеш ол болады. Сондықтан бұл жерде Марғұлан Боранбайдың бұл сөзіне мен мүлдем келіспеймін. Және оның сөзінің артында биліктің тапсырмасы бар сияқты болып соған қатты ұқсап тұр да. Бірақ бәрібір мен ол кісіге жаға жаппаймын. Неге? Өйткені біріншіден менде ешқандай дәлел жоқ. Екіншіден, одан да маңыздысы, мен өзім уақытымды, күшімді сондай қажетсіз нәрсеге, біреуге жала жабуға, біреуге күйе жағуға, сондай іске жұмсағым келмейді. Ол менің деңгейім емес. Және сіздерге де сондай кеңес беремін. Қолдарыңызда ешқандай дәлел жоқ па? Ешкімге жала жаппай қойыңыздар. Әйтпесе өздеріңізге үлкен күнә арқалайсыздар. Енді ары қарай кейбір адамдар маған Ресейдің тапсырмасын орындап жатыр деп айтып жатыр. Сенің мақсатың Қазақстан мен Украинаны бір-біріне қарсы айдап салу, шағыстыру, араздық орнату, сөйтіп қазақты Ресейге жығып беру деген пікірлер айтылып жатыр. Бұл енді мүлдем күлкілі. Бұл адамдар менің видеомды көрмегені осыдан-ақ белгілі. Өйткені мен сол видеода бәрін айттым. Мен Украинаның Ресей мұнай инфрақұрылымына шабуыл жасаған өте дұрыс әрекет дедім. Мен оны қолдаймын деп айттым. Ресейдің, Қазақстанның емес. Және 4 жыл соғыста Украина әскері өзін негізінен жақсы жағынан көрсетті. Яғни мен Украинаны қолдаймын. Ал енді Ресейдің әскері, мен өткен жолы айтып өттім, оларда не адамгершілік жоқ, не мәдениет жоқ. Олардың Украинада істеген істерінің суреттерін көрсеттім. Және Ресейде фашизм мемлекеттік идеология деп айттым. Бұл сіздерге аз ба? Ол аз болса, менің оның алдында түсірген видеоларымды көріңіздер. Осының алдында мен осыдан 4 жыл бұрын соғыс басталған кезде Ресей тауарларына бойкот жариялағам. Бұл менің Украина үшін қолдан келетін үлесім болды. Мен сәл болса да Ресей экономикасына соққы беріп, Украинаға бір пайдамды тигізейін дедім. Бірақ ол кезде сіздер маған қосылдыңыздар ма? Ешкім қосылған жоқ. Сөйте тұра енді сіздер маған әңгіме айтып отырсыздар. Егер сол кезде бүкіл қазақ сол бойкотты қолдаса, Ресей тауарларынан бас тартса, біз кәдімгідей шынында да Ресейдің экономикасына соққы беріп, Украинаның жеңісіне өз үлесімізді қосатын едік. Бірақ бұл бастаманы ешкім ол кезде қолдаған жоқ. Және одан басқа тағы да қосарым, жақында Ресей Украинаның энергетика секторына үлкен соққы жасады. Және бұл өте сондай жексұрын бір әрекет болды. Өйткені оның алдында Ресей мен Украина арасындағы келіссөздер бірнеше күнге кейінге қалдырылғаннан кейін Дональд Трамп Ресей мен Украина арасында энергетикалық мораторий жариялады. Яғни энергетикалық секторға шабуыл жасауға болмайды, уақытша шабуыл жасауға болмайды деп сондай бір келісім болды. Және ол Путиннен сөз алды. Путин оған 1 апта бойы энергетика секторына шабуыл жасамайын деп уәде берді, бірақ сол уәдесін бұзды. Және олар әдейі ең суық күндерді күтіп, сол суық болған кезде Украинаға сондай соққы жасады. Бұл нағыз оңбағандық. Және мен оның бәрін ашық айтып отырмын. Ал енді өткен жолы айтқандай, бұл тақырыпқа қатысты ең жиі айтылған пікір мұнайдың қазаққа ешқандай пайдасы жоқ деген пікір. Және менің айтқанымдай, осы өткен жолы түсірген видеоның астында тура осы пікір тағы да ең көп айтылды, және ол пікірлер ең көп лайк жинады. Бұған қарағанда көрермендер әлі бұл мәселені дұрыстап түсіне алмай жатқан көрінеді. Сондықтан келесі жолы біз бұған ерекше тоқталып өтеміз. Арнаға жазылып, міндетті түрде келесі видеоларды күтіңіздер, сол видеоларды көріңіздер. Келесі кездескенше.